Бүгін біз аптекадағы остатоктарды шығаруды, санауды үйренеміз. Бірінші шығарамыз. Так, лекарственное обеспечение медсестра деп тұр. Осыған кіреміз. Кіргеннен кейін бізде отчеты деген бар. Отчетыдың ішіне кірсек, бұл жақта отчеты, остатки товара по наименования деп тұр. Осыған кіреміз. Кіргеннен кейін медсестра, медбраттың қай бөлімде екеніне байланысты ең бірінші отделениеден соны таңдаймыз. Біз бүгін кардиодамыз, кардио бөлімде. Так, кардиореанимация бөлімі. Осын таңдаймыз. Егер общийда болсақ, общийда нені таңдаймыз. Реанимацияны. Біз кардиодамыз, кардионы таңдаймыз. Таңдағаннан кейін датаны бүгін суббота, ертең күнге ауыстырамыз. Что остаток ертеңгі күнмен шығу керек. Что сен солай тапсырдың. Считать общее количество деген таңдаймыз. Сонда аптеканың тек өзі ғана шығады медикаменттен. Потом группа аптеканың ішіне медикаменты дегенді ғана таңдаймыз. Егер координатор старший айтатын болса, тоже и мы енді тоже таңда сана деп айтатын болса, мынаны тоже птичка қоя саламыз. Тоже количествосы шығады. Бізге тек медикамент аптека ғана керек. Так, принять басамыз. Басқаннан кейін бізде кардиореанимацияның аптекасы шығады. Осылайша печатать етіп аптеканы таңдаймыз. Одан кейін бізде посттың әр постта жаңағы изолятор, палаталардың ішінде аптекалар бар тоже. Оны поискке кіреміз. Документы таңдай салсақ, можно аптека санау по палатам деп шығады. Осыған кіреміз. Кіргенде бұл жақта тоже палатаның несі шығады. Столиктің дәрілердің қатары шығады. Осымен болды.